Үйлеріңізде осылай сырты жыртылып, маталары ескірген пуфиктарыңыз болатын болса, қазір оны біз бірге жаңалайтын боламыз. Мен үйімдегі осындай 2 пуфикті осылай өте әдемі перденің қалдық матасынан ғана жаңалап алдым. Дүкеннен жаңадан сатып алынған пуфиктан ешқандай айырмашылығы жоқ. Олай болса, көпшіліктің көруіне себепші болып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен пуфигіміздің жоғарғы бөлігін матаның үстіне қойып, тігіске 2 см артығынан алып, домалақ пішінді матамызды кесіп аламыз. Кесіп алған бөлігімізді өлшеп көреміз. Жаңағы тігіске деп алған 2 сантиметріміз пуфиктің домалақ бөлігінен асып тұру қажет. Негізгі бөлігімізді өлшейміз. Ол үшін пуфиктің тігінен және де айналдыра қанша сантиметр екенін өлшеп аламыз. Менде бұл жерде пуфиктің тігінен есептегенде екі жақ бөлігіне артық тігісімен есептегенде 44 сантиметр және де ұзын айналым матамызды осылай тік төртбұрыш мата ретінде кесіп аламыз. Мінекей менде дайын. Келесі тігу барысы, яғни бір-біріне оң жақ бетін беттестіріп, ұзын тігіс тігіп шығатын боламыз. Ұзын тігісімізді түсіріп алдық. Келесі бізде осы бір рет жүргізілген тігіс сөгітіліп кетпес үшін екінші рет тағы бір тігіс түсіретін боламыз. Ол сыртқы тігісіміз, яғни жаңағы іште қалып кететін артық матамыз, тігіске кеткен матамыздың үстінен бастырып тігетін боламыз. Оң жақ бөлігінен, мінекей көріп тұрғандарыңыздай қолмен көрсетудемін, осылай ұзын тігіс түсіреміз. Бұл тігіспен қатар келесі резина өткізетін тігісімізде бірден жүргізіп өтетін боламыз. Осылай теріс бетін бір-біріне қаратып, яғни резинаңыздың жалпақтығына қарай, менде жіңішке ғана резинка болғандықтан 1 сантиметр ғана алдым. Міндетті түрде резина өткізетін бөлігін тікпей тастап кетеміз. Мінекей ұзын тігісімді және де жаңа айтып өткенімдей сыртқы тігісті де тігіп алдық. Жай ғана осындай ұзын бір тігіспен тігіледі. Келесі бөлігі бізде домалақ бөлігін негізгі бөлікке біріктіру. Бір-біріне оң жақ бетін беттестіре отырып, шанышқының көмегімен негізінде шаншып алған ыңғайлы, өйткені тігіс барысында бір матамыз артық қалып, бір матамыз жетпей қалып жатады. Не болмаса матаңыз сырғып кетіп, қисық тігіс түсіп жатады. Сол себепті мен сияқты осылай иненің көмегімен әр жерінен шаншып матаны бір-біріне жеткізіп алғанымыз дұрыс. Бұл өте жаңағыдай сізге сапалы жұмыс жасауға жағдай жасайды. Сол себепті дәл мен сияқты осылай әр жерінен инені шаншып алсаңыздар, өте ыңғайлы жұмыс жасай аласыздар. Мінекей мен шаншып шықтым. Келесі бізде тігіске 1 сантиметр қалдыра отыра, осылай тігіс тігіп шығатын боламыз. Міне біздің тігісіміз дайын. Келесі біз дәл осы бөлігіне де сыртқы тігіс тігетін боламыз. Және де ол жанында қалып кетеді. Міне көріп тұрғандарыңыздай жаңағы тігістен қалған ішкі жақ бөлігінде қалып кететін матаның үстін көк матаны бетіне қойып, сыртқы тігісті тігіп шығып жатырмын. Мінекей результаты осылай шықты, өте сапалы болып шықты, түсі де өте әдемі. Менде мына жерде кішкене освещениеден онша көрінбей тұр. Міне резина өткізетін бөлігіміз, резинамды бірден өткізіп алдым. Енді дайын қаптағышымызды көруге дайын болсаңыздар, вуаля, өте әдемі болып шықты. Дүкеннен сатып алынған жаңа пуфиктен ешқандай айырмашылығы жоқ. Дәл осылай сіздерде үйлеріңіздегі ескіріп тұрған пуфиктеріңізді жаңартып алыңыздар. Тігілу өте оңай, жай ғана қалдық маталардан тігілген болатын. Өзіңізге қолдануға да өте ыңғайлы болып қалды. Қазақша контентті каналдар дамытуға үлес қосып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Айгерім.